Мен бұрында ойлайтынмын, міне мен арықтасам бақытты боламын, міне мен өзіме қарасам бақытты боламын, міне мен мектеп бітірсем бақытты боламын, міне мен университет бітірсем бақытты боламын деп, міне мен үйленсем бақытты боламын деп, міне мен бала тусам бақытты боламын, міне мен мына жұмысқа орналассам бақытты боламын, міне мына жұмыстан ауысып басқа жұмысқа барсам бақытты боламын деп, соның бәрін сөйтіп ойлап жүрген кезде, міне деп күтіп жүрген кезде уақыт жетіп кетеді екен. Мен қазір енді блог түсіру маған басында ұят болды. Ой, мен қалай өзім түсіремін, үйді түсіремін, қалай деп. Содан кейін ойладым да, не бастаймын деп уақыт өтіп кетті. И осылай уақыт өте беретінін түсіндім да. И мен қазіргі сәтпен наслаждаться етіп, еш нәрсе заранее шешім қабылдамай, просто түсіріп бастау керек екенін түсіндім да. Просто бір тупо ешқандай сезім болған жоқ, ешқандай ойым болған жоқ. Просто алдым да бір күнде бастап кеттім. И ары қарай түсіре бердім. И бұл нәрсе маған ұнай бастады. Басында ойындайтын, көршілер көрсе не дейді, әкем көрсе, шешем көрсе не дейді, бауырларым көрсе не дейді. Қазір просто видео түсіріп жатырмын өзімді. И я этим наслаждаюсь, я кайфую. Ыңғайлы сәтті тосып жүрген кезде уақыт өтіп кетеді екен. И және біреуді уайымдап, біреудің ойын не істеймін, не деп ойлайды деп переживать етіп жүрген кезде, опять же өзің өміріңді артқа қалдырып қояды екенсің да. Осы нәрселерді түсінген кезде бір осознанно өмір сүріп бастағандай боласыңшы. Ешкімнен еш нәрсе күтіп қажет жоқ екен. Просто осы сәтпен рахаттанып өмір сүріп үйрену керек екен.